Сиқырлы мектептегі сабақтар. Айзере, Жасмин және Асылым деген өте білімді, апалы сіңлі қыздар болыпты. Олар жаңа білім алуды, әлемді тануды қатты жақсы көреді екен. Бір күні оларға жұмбақ хат келеді. Құрметті Айзере, Жасмин және Асылым, сіздерді сиқырлы мектептің ерекше сабағына шақырамыз. Мұнда сіздер білімнің шексіз күшімен танысасыздар. Егер келуге дайын болсаңыздар, көздеріңізді жұмып, 3 рет білім ең үлкен сиқыр деп айтыңыздар дейді. Қыздар таң қалып бір-біріне қарайды, бірақ олар білімге құштар болғандықтан ұсынысты қабылдайды. Үшеуі бірге көздерін жұмып, айтылған сөздерді қайталайды. Сол сәтте олар айналасында жарқыраған сәулелерді көріп, бір сәтте сиқырлы мектептің ішіне кіреді. Бұл мектеп кәдімгі мектептерге ұқсамайды екен. Айналадағы қабырғалар білімнің түрлі сырларын көрсететін, жанып өшетін жазулармен безендірілген. Мұнда кітаптар өздігінен беттерін аударып, формулалар әуеде қалықтап жүреді екен. Оларды сиқырлы мектептің мұғалімі данышпан қарсы алады. Ол жылы жымиып, «Қош келдіңдер, болашақ ғалымдар. Бүгінгі сабағымыз жақсы сөз жанға дәру. Кез келген сиқыр мен білімнің негізі ізгілік пен мейірімділік. Егер сендер шын жүректен жақсы сөз айтып адамдарға көмектессеңдер, нағыз сиқырды меңгересіңдер» дейді. Қыздар сабақта сиқырлы сөздердің күшін үйренді. Олар «рахмет», «өтінемін», «кешіріңіз», «сізге көмектесейін бе» деген сөздердің қалай адамның көңілін көтеретінін өз көздерімен көреді. Құдіретті сөздер айтылғанда бөлме жарыққа толып, айнала жап-жарық әсем болып кетеді. Сабақтың соңында профессор «Бүгінгі сабақты естерінде сақтаңдар. Нағыз сиқыр, сыпайылық пен мейірімділік бұл сендердің ең үлкен күштерің» дейді. Қыздар көздерін тағы бір рет жұмып қайта ашқанда өздерінің бөлмелерінде отырады. Бірақ олар бұрынғыдай емес, жүректеріне жаңа білім, жаңа дүние, үлкен өзгеріс болғанын сезінеді. Олар енді әр сөздерін ойланып айтып, жақсы сөздің шын мәнінде ғажайып күші бар екенін түсінеді. Осылайша Айзере, Жасмин, Асылым сиқырлы мектептен үлкен сабақ алады. Енді олар әрдайым жылы сөздер айтып, айналасына қуаныш сыйлайтын болады. Өйткені нағыз сиқыр жүректен шыққан мейірімді сөздер екенін олар біледі.